балалар ештеңе емес, сақалды жетім деген бар ғой. Оны түсініп отырған шығарсыз, сақалды жетім. Ол біздің қарттар үйі. Ол да біздің қазақта болып па еді. Әке шешем жынды болса байдап бақ деген қазақ. Ал қазір балалары болып тұрып, әкелерін қарттар үйіне апарып, жағындай өткізіп жатқанда, ол да жаңағы шын жетім шығар. Сақалды жетім. Қарасаңыз, балалары кәдімгідей үлкен қызметте, кемпірі өткеннен кейін сол шал бағу соларға салмақ болған болу керек, апарып өткізіп тастаған. Соны көріп, қатты жүрегім ауырған болады. Енді бізде осындай да жетімдер бар ғой. Кімді кінәлаймыз бұларға? Бұндай нәрсені біз бұрын соңды өмірге келгенде ондай нәрсені еш уақытта естімегенбіз ғой. Қарттар үйі болады. Онда қазақтың осындай қарттары отырады. Бірақ енді жаңағындай жақсы қараусыз қалып жатса, енді оны түсінесің. Бірақ балалары тірі ғой. Сондықтан да сол балаларды мүмкін жетім деп айтуға болатын шығар. Қарттар үйіне әкелерін апарып тастаған.